Қайырлы күн оқырмандарым, арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен салмасына творог қосылған өте дәмді булочки дайындаймыз. Ол үшін видеоны соңына дейін қараңыз. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүт және де ашытқымызды салып араластырып аламыз. Содан соң үстіне қантымызды салып тағы да араластырамыз. Бір шай қасық тұзымыз және де жұмыртқамызды салып араластырып аламыз. Содан соң алдын ала електен өткізіп алған ұнымды қосып, жіп-жұмсақ қамыр илеп аламын. Осылай илеп дайындап алған соң үстіне сары майымды қосып, тағы да илеп аламын. Және де илеп дайындап алған қамырымды жылы жерге 1 сағатқа бетін жауып қоямын. Келесі кезекте салмасын дайындайтын боламыз. Ол үшін творогке қантымды қосып, екеуін жақсылап араластырып аламын. Міне қамырымызда өте күшті болып ісініп дайын болды. Қамырымды бірнеше бөліктерге бөліп аламын. Содан соң оқтаудың көмегімен бір-бірлеп алып жайып, ортасына салмасын салып, және де түйіп аламыз. Содан соң барлық булочкаларымызды дәл солай жасап, қалыпқа орналастырып аламыз. Және де дәл осы видеодағыдай етіп, гүл тәріздес етіп, әдемілеп кесіп шығамыз. Содан соң жұмыртқаның сары-уызын бетіне жағып шығамыз. Және де ортасына әдемі болып шығу үшін макты сүйіп шығамыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 20 минут пісіріп. Міне булочкалар дайын болды. Рецептім ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.